Қайырлы күн, құрметті қыздар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін пайдалы, тегін эфирлер, тегін білімдер көп болады деген ниетім бар. Менің Атужан Нұрзат Серікқызы, Қазақстан психологтар ассоциациясының мүшесі, 4 жылдық тәжірибесі бар психолог. Бүгін осы видеода қонақ болып отырған Алтынай Мұқанқызы Жаңаөзеннен 2000 километр шақырымға қарамай Алматыға келіп, сондай VIP обучениені оқып, бүгін қайтып бара жатыр. Енді Алтынай жайлы айтатын болсам, нағыз үздік шәкірттерімнің бірі. Барлық айтқан сөзімді, барлығын жазып, әрбір сөзге амал жасайтын, мақтан тұтарлық шәкіртімнің бірі деп айтқым келеді. Енді Алтынай, сізге мен алғыс айтамын. Өйткені қазіргі таңда қоғамда көп ер адамдар әйел адамның келешегінің білім алуын құптамай жатады. Өйткені бұл білім дұрыс па, дұрыс емес па, әйелім өзгеріп кетпейді ме екен, отбасымыз шайқалып кетпейді ме екен деген қорқыныштар бар. Сіз осы оқудың өзін жолдасыңызға жақсы жеткізуіңіз арқылы, күйеуіңізбен жылы сөйлесіп, көркем мәмілеге келіп, коммуникация құра алуыңыздың арқасында, көп еңбектің арқасында жолдасыңыз өзі оқуға келіп отыр. Мен осы нәрсемен, қыздар, бүгін қуанышыммен бөліскім келеді сіздермен. Өйткені жолдасы өзі оқуға алып келіп отыр. Алтынай, тағы да оқу болса, тағы да алып келем деп өзі әкеп отыр. Бұл жерде, қыздар, қазір біз жеңіл деп айтып отырғанымызбен, бұл өз үлкен еңбекті талап етеді. Мысалы, сіз менімен жұмыс жасап жатқаныңызға 1 жылға жуық уақыт болып қалды. Сол 1 жыл бойы сіз кәдімгідей жолдасыңызды, өзіңіздің өзгерісіңізді көркем түрде жеткізіп келе жатырсыз ғой. Бұл оқу сізге зиян емес екені деген сияқты. Енді мысалы, біздің бүгінгі таңда қоғамымызда қыз-келіншектер өзгергісі келеді, дамығысы келеді, үйдің күнделікті тірлігінен шаршайды. Бұл жерде үйдің тірлігін жасама деген агитация емес, соны бірге алып жүріп, өзіміздің де дамуымызды тоқтатпау. Өзіміз жайлы мен осындай тұлға бола аламын деген үмітті сөндіріп алмау. Осыған қатысты мен сізден сұрағым келеді. Мысалы, сіз үлкен қара шаңырақтың келінісіз, сіздің қайнатаңыз бар, 5 қайнапкеңіз бар, жолдасыңыз, қайныңыз деген сияқты өзіңіздің 3 ұлыңыз бар. Сонымен қатар жеке дамуыңызды да қолға алып, өзіңізді ұмытпай, өзіңіздің Алланың құнды жаратылысы екеніңізді де алдыға тартып, барлығын бірге алып жүрсіз. Сол жалпы қалай, өзіңізде қандай, осы жолға қалай келдіңіз, қалай болды, сол жайлы айтып кетсеңіз. Сондай бір қыздарға пайдалы болсын деген ниетпен, үміттерін сондай. Мен қазір ютубқа көп көңіл бөлгім келіп жүр. Өйткені мен ютубты ұмытып кетіппін, бірақ маған әлі күнге дейін хабарламалар келіп жатады да, каналыңыз қандай әдемі, қандай даусыңыз әдемі, жағымды деген сияқты. Бұл дауыстың өзін енді Аллах тағала қыздарға пайдалы болу үшін, жеткізу үшін берген ғой. Сонда Аллах тағала қабілеттің өзін қыздарға беру үшін беріп тұр ғой. Алла жолында пайдалы болу үшін. Сондай осындай видеолар жүрегінде үміт оты сөніп бара жатқан қыздарға бір мотивация болсын дейміз да? Иншаллах, бізде көп қыздар осы біздің қазір қоғамдағы біздің қазақ қыз-келіншектері өте өздерін жоғалтып алуға, сынып қалуға өте бейім болып бара жатыр. Өйткені шынымен де солай. Өйткені біздерге осы үй шаруашылығын, то есть үйде отырған қыз-келіншектер бала тәрбиесімен, үйдің шаруасымен, ата-енесімен, сондай кезде бірінші осындай жағдайда жүрген қыз-келіншектерге өзін ұмытып кету, сынып қалу, осындай моменттерге өте бейім болады. Сондай кезде өздерін бір жалғыз қалған сияқты, ешкім түсінбейтін сияқты, бір қатты бір не болады да,
депрессия иә сияқты деградацияға түседі. сондай өте қатты бір өз өзіне қысылып қалу сондай бір қатты состояние болып жатады. Ол кезде сол ең маңыздысы бұл негізі өте төмен болады ғой, сенімділік та 0,10% деген сияқты. Сондай кезде жаңағы жүректі қосу, сол жүректі жоқ, мені олай бекерден бекер жаратқан жоқ, мен де осы қоғамға үлесімді қоса аламын, мен бекер жаратылған жоқпын, маған да бір қабілет берген шығар Аллах тағала деп мына жүректі қосып, Алланы жүректің үнін қосып, Аллаға тәуекел ету, мен нені қалаймын, мен өзім қалай осы қай істе мен өзімнің қабілетім бар, қай ісім арқылы мен өзімді таба аламын, менің де өзімнің бір ісім бар шығар, мен сол арқылы осы қоғамда өзімнің орнымды таба алатын шығармын, сол қоғамдағы орным арқылы мен басқаларға да пайдам тиетін шығар деген сияқты өзіңді тоқтатпай, сол жүректі тыңдау арқылы өзіңе ең маңызды жүректі тыңдау бұл жерде, сосын осылай өзіңе сұрақ қою арқылы ниет туралап алу, сол маңызды. Сондай кезде осы жүрек қалауыңызды тыңдап білу арқылы ниет туралаған кезде шын мәнінде алдыңыздағы сұрақтарыңызға жауап келеді дегім келеді қыздарға. Сол үшін осылай негізінде қоғамда бізде қазір өзекті мәселе болып тұр, осы әйелдердің қоғамдағы білімге баса назарды білімге аудару, не себепті деген сұрақ. Қалай, мысалы сіздің енді осы нәрсемен қыздармен бөліскеніңізді қалап тұрмын да. Өйткені мен өзім білем, бірақ қыздар білсе екен де, мысалы сіздің керемет инсайттарыңыз ұнады. Исламда ол нәрсені тафаккур дейді, яғни размышление, Алланың кереметі жайлы ойлану. Маған ұнағаны сіздің өзіңіздің жолдасыңыздың түп тамыры, ата бабасы жайлы пікіріңіз ұнады. Негізінде әрбір әйел өзінің бала шағасының түп тамырының негізінің ата бабасын танып, оларға сый құрметпен қараса, ондай әулет өседі ғой. Сол жайлы айтып жіберіңізші, мысалы өзіңіздің жолдасыңыз жайлы қандай пікірдесіз, мысалы айтып отырсыз ғой. Енді бұл жерде қазір қыздар былай түсініп қалмасын деп жатырмын да. Қыздар бұл кісіде барлығы идеально деп қабылдап қалу емес, реніш, қабылдамау, жаңағыдай кейбір мәселелерде келіспеушілік болады, бірақ оны көркем түрде шешу маңызды. Енді қазір әрбір қыз сіз сияқты қараса деймін, өзінің жолдасының ата тегіне, өйткені оның мысалы сіздің балаларыңыздың ата тегі ғой, ол түп тамыры ғой. Сол түп тамыр жайлы жақсы ойда болу не үшін, мысалы да айтып жатырсыз ғой, қазір сіздің білім алып жатқаныңыз балаларыңызға қалай әсер етіп жатыр, сіздің білім алып жатқаныңыз сіздің күйеуіңізге қалай әсер етіп жатыр. Жалпы айтады ғой, әйел адам үйде бақытты болса, үйдің әрбір жәндігіне дейін бақытты деген сияқты. Айтады ғой, құмырсқасына дейін бақытты болады деген сияқты да. Сол үшін осымен бөлісіп кетсеңіз. Жаңағы неге жүректен бастадым, өйткені Алла тағала осы жүрекке бізге белгі берген кезде біз жүректі тыңдауымыз керек қой. Енді Алла тағала маған жүрегіме салды, сен осы білімдерді алуың керек. Мен осы Нұрзат ханымды кездестірген кезде Алла мені жүрегіме салды, осы білімдер сенікі, сен осы білімдерді алуың керек деп та. Өйткені мен уже өзімде құлдырауды сездім. Маған осылай өз-өзімен мәміле орнатып, басқалармен, яғни жақындарыммен, күйеуіммен, ата-анаммен, қайын жұртыммен мәмілеге келу керек екендігін, менің де сол тұсым ақсап жатқандығын маған осыны түсіндім да мен. Одан кейін сондай ниет болды да. То есть өз-өзіңмен жұмыс жасау ең бірінші орында, өз-өзіңді түсінгеннен кейін осылай қабылдап, менің де менің де қабілеттерім бар, мен өзімді түсінуім керек деп, осылай бірінші өзіңді түсіну арқылы, сен өзіңді түсінгеннен кейін енді неге Алладан, неге маған осыны
мен осы әулетке бекерден бекер келін болып түскен жоқпын ғой, бұл жерде менің рөлім қандай, иә, осындай сұрақтар қойған кезде мен осы, то есть білім алу барысында уже мен түсіндім, менің коммуникация жағым, мәмілеге келу жағым ақсап тұр, енді мен оны дамыту арқылы дамыта бастаған кезде, яғни мен түсіндім, менің жолдасымның, мен сол кісілерден естігенмін, атасы сондай жаңағы немістердің қолында жаңағы пленде болған, құлдықта болған, өте үлкен сынақтардан өтіп, сол 20 жасына дейін өте үлкен сынақтарды көру арқылы, соны көріп келіп, ол кісі тіпті өлді деп ойлаған, да, мысалы. Сөйтіп бүкіл әлемді аралап, қиындықтардан өтіп келіп қана ол кісі 20 жасында үйленген екен, иә. Бұл жерде түсінетін нәрсе, ол кісіде үлкен сынақтар болған, сол сынақтар арқылы, сол сынағының даналығы ол кісіні қатты өсірген. Ол кісі менің түсінгенім бойынша өте дана кісі болған, сол сынақтар арқылы оған даналық келген. Сөйтіп ол кісі сол сынақтардан кейін ортасында өте беделді кісі болған екен, сыйлы, бүкіл ауылдың болысы сияқты, бір бие сияқты болған, барлық адамдар келіп сол кісімен ақылдасатын болған, жаңағындай. Және сол даналықты бұл енді менің күйеуімнің атасы ғой, ол кісіні менің күйеуімнің өзі кішкентай жасында ғана көрген. Одан кейін мен уже білімдер алғаннан кейін сол даналықты атамның бойынан көре бастадым. Сол даналықтың жаңағы әкесінен атама берілгенін, атамнан күйеуіне берілген сол даналықтың бар екенін түсіндім да. Ал сол кезде мен қатты жүрекпен Аллаға шүкіршілік несі болды, состояниесі. Сонда сол кісінің, жаңағы жолдасының атасының сондай сынақтардан кейін елге келіп қызмет еткені, халықтың батасын алғаны, сондай жаңағы болыс болды, би болды деп отырмын ғой, ол кісі өте кең болған. Сол кеңшілікпен ол кісі қоғамға пайдалы болған екен да, жан-жағындағы адамдарға қолында барымен көмектесіп отырған екен. Және де түсінгенім, сол кісілердің халықтан алған батасының арқасында мен көркем түрде Аллах менің жүрегіме салып, оның ұрпағының осындай дана болғанын, көзі ашық болғанын, саналы болғанын мені білімге алып келу арқылы менің миссиям осы жерде, осы ол кісілердің батасының арқасында мен осы жолға келіп, олардың ұрпағын тәрбиелеп жатыр екенмін ғой деген сынақтар, осы күнге дейін көрген сынақтарымның, қиындықтарымның даналығы келді, даналығын түсіндім. Осы ретте қыздар, мен айтқым келетіні, сіздерде мынандай ой болуы мүмкін, ол сенде ғана жаңағы қайын жұртың сондай ғой деген сияқты бізде көбінесе салыстыру болып кетеді ғой. Жоқ қыздар, біз қандай нәрсеге акцент қоямыз? Мысалы, Аллах тағала айтады ғой, шүкіршілік еткен сайын арттырамын. Шүкіршілік деген мысалы бақ, дәулет, байлық, сол состояниедегі шүкіршілік етсе, соған жетіп алсам ғана мен шүкіршілік етемін деген емес. Қазіргі қиын жағдайдың өзінде шүкіршілік ете алсаңыз, иншалла Аллах тағала сізге бұдан да жақсысын береді. Және де бұл жерде әрбір, мысалы, сіздің өзіңіздің отбасыңыз, сіздің қайын жұртыңыз деген сияқты, олардың жақсылығы жоқ емес бар. Сол кішкентай ғана жақсылығына шүкіршілік ету арқылы сіз оны көбейте аласыз. Мысалы, мен менторлыққа келетін әрбір қызға айтамын, жолдасыңыздың 100 жақсылығын жазыңыз. Бұл нәрсені мен 2019 жылдан бастадым да. Лаура Сейітбек ханым қылықты әйелде осыны айтқан болатын. Бірақ мен сол тапсырманы орындадым. Тура сол сияқты сіз де орындадыңыз. Және мен айтам ғой, жолдасыңызға күніне бір жақсылығына рахмет айтыңыз. Сөйтіп ол нәрсе әдетке айналады. Кез келген ер адамның ең бірінші потребности қандай еместен сұрақ қойын. Үш нәрсе бар дедік қой ер адамға маңызды. Соның ең біріншісі, ең маңыздысы қабылдауы. Әйелінің оны қабылдауы, шүбәсіз қабылдап, оған сыйластығы. Сыйластық өте маңызды.
өзінің ол қателеседі, ол қателік жасайды, ол сынады, ол құлайды. Бірақ сонда да мен саған сенемін, ол сенің сынағың деген жүрекпен сыйластық болатын болса, ол ер адам, орыста айтады, на глазах меняется деп, сіздің көз алдыңызда өзгереді. Шынымен бұл жердің өте көп өте көп кереметтілігі осы нәрсе болып тұр да. Және де мен сізге алғыс білдіргім келетін Алтынай, менің әрбір сөзімді жазып, оған амал етіп, осындай нәтиже Алланың беріп жатқанына мен сансыз шүкір деймін. Өйткені бір кездерде менің де сынып бара жатқан сәтімде мен Алладан сұрадым, Аллахым, осы жол менікі ма, менікі емес пе, көрсетші дегенде, сіз маған хабарласасыз ғой, жолдасым, тағы оқу болса оқып ал, мен сені апарам деп айтып жатыр дегенде, Алланың жауабы. Негізі айтады ғой, Аллах тағала бізге адамдар арқылы жеткізеді деп. Тура сол нәрсені сіз маған Алланың қалауымен жеткіздіңіз. Нұрзат, сен дұрыс бағыттасың, қазақ қыздарына пайдалы бол. Ағылшын үйренсем, әлемнің қыздарына пайдалы болуға ниетім бар. Сөйтіп, енді былай қарасақ, сонда ер адамның ең басты потребность, ер адамға қажеттілік, ол признание, алғыс айту, рахмет. Мен айтамын, ол кішкентай ручка сыйласа да сізге, біз жаңа ручканы қанша теңгеге алдық? 100 теңге, 150 теңге, сондай ручка сыйласа да, сол ручкаға кішкентай қыз сияқты секіріп, қуанып, жұмыстан келгенде алдына жүгіріп шығу, одан кейін жаңағыдай аяқ киімін сүртіп жіберу деген сияқты да, немесе кірген кезде күтіп алу, жұмысқа кетіп бара жатқанда шығарып салу деген сияқты. Енді көп қыздар айтады ғой, неге мен өзгеруім керек деп. Соған сіз жауап беріңізші. Неге ер адамдар неге өзгермейді, неге әйел адам өзгеру керек? Бұл жерде енді бірінші мотивация болу үшін айтайын, жаңағыдай сіз өзгерген кезде күйеуіңіз қатар, ол Аллах солай береді, сіз өзгерген кезде күйеуіңіз қатар. Рағат сүресі 11-ші аятқа келеді ғой. Бір-бірлерінде адам өзгермейінше жағдай өзгерпейді. Сонда қараңызшы, сіз өзіңіз өзгеріп не деп бастадыңыз, Аллах тағала автоматтан күйеуді өзгертеді. Сонда бұл жерде де жаңағы сән техникасын жасадық қой. Аллаға деген сенім керек, және әрекет. Сол жаңағы жүрекпен сеніп, Аллаға шынайы түрде күмән келтірмей, Аллаға деген шүбәсіз сенім, ол Алланың адалдығына, Алланың құдіретіндігіне, әділдігіне шүбәсіз сену, тек қана жүрекке осы сеніммен ғана әрекет етсеңіз, Аллах әділ, Алланың құдіреті шексіз, ол бол десе бәрі де болады. Жоқ, менің күйеуім өзгерсін, ол айналсын, мен и так та көп нәрсе істеп жатырмын десем, мен бұл дәрежеге жетпес едім. Мен керісінше барлығын ысырып қойып, жоқ, бұл менің өмірім, бұл менің жауапкершілігім. Аллах маған бұл сынақты маған берді, маған қиын болып жатыр, значит, мен өзгеруім керек. Мен өзімнен бастауым керек. Значит, мен артта қалып қойдым. Значит, менің жаңағы ұштайтын тұстарым көп. Значит, мен ұшталуым керек, мен өзгеруім керек, мен бриллиант болуым керек. Сонда ғана, шын мәнінде солай болды. Мен өзіме айналысып, үздіксіз, азғантай қадамдармен үздіксіз шынайы түрде осындай сеніммен, ниетімді күнделікті туралап отыру арқылы, осы сеніммен Аллаға қарай күнделікті кішкентай қадамдарын жасап, бірақ үздіксіз осы бірақ жылдың ішінде менде әлі де өте көп қадамдар бар алда, бірақ осы бірақ жылдың ішінде мен уже көзіме көрінетін нәтижелер алып жатырмын да. Өйткені осы бірақ жылдың ішінде мен үздіксіз өзіммен айналысқанның арқасында менің уже жаңағы күйеуімнің, жолдасымның ойы өзгеріп жатыр, ол да өзгеріп жатыр, оның өзі ойын өзгертіп жатыр, статусы, дәрежесі, деңгей, масштаб барлығы өзгеріп жатыр. То есть ойлау дәрежесі уже өсіп жатыр. Сонымен қатар
қайнатам да өзгеріп жатыр Маша. мысалға да, барлық айналамдағы адамдарда өзгеріс болып жатыр. Балаларымда да өте үлкен сенімділік пайда болып, өздерінің қабілеттерін аша біліп, кішкентайда болса да оларда да сөйтіп үздіксіз қадамдар жасалып жатыр. Өздеріне деген ең бастысы сенімділіктерін уже мен көздерінен көре аламын да оларда. Бұл деген әйел адам үшін өте үлкен жетістік, өте үлкен нәтиже. Енді бұл жерде мен сізден мынандай сұрағым келеді да, жалпы ментор не үшін керек, және де ментор таңдаған кезде қандай қасиеттерге қарау керек? Біз кейде болады ғой, мысалы біз алыстағы адамдарға қараймыз да, мен ондай ешқашан бола алмаймын деген сияқты да. Сонда осы ментор не үшін керек, және оны қандай критерийлерге қарап таңдаймыз? Өте осы моментке мен өте қатты назар аудардым. Өйткені бұған дейін де бізде қазір мынау ненің жаңағы ашық алаңда білім алу несі өте көп. То есть таңдау көп бізде, информация өте көп. Инстаграмда да барлық жерде уже бізде курстар, марафондардың өзі жаңағы көп, ментордар көп өте. Бұл жерде ең маңызды момент біріншіден жаңағы жүректі тыңдау керек, содан кейін жаңағы менторым мынандай жаңағындай өзіңдің жаңағы сенімнен сәл алда келе жатқан адам, сондай бір жүрегіне жақын, өзіңе бір тартқан, өзің бір сондай адамды таңдау керек. Нұржат ханымды мен көрген кезде мен тек жүрегімді тыңдадым. Осы менің адамым деген не келді да, осы адамнан мен точно ала аламын. Өйткені ол өзім сияқты келін десеңші. Өзі точно өзім сияқты келін, өзім сияқты көп кішкентай қыз, өзімен үздіксіз әрекет етудің арқасында нәтижеге жетіп жатырғанына көзім жетіп көріп тұрдым. Көріп тұрғасын не істейсің? Значит, менің де қолымнан келеді. Ол қыз үздіксіз әрекет жасап жатыр, және нәтижесін алып жатыр ниетіне қарай. Значит, менің де қолымнан келеді. Значит, мен сынбауым керек, мен тек қана әрекетін жасауым керек. Менің де қолымнан келеді деген, солай біз тәуекел етсек, ең бірінші жүрек тыңдап осылай тәуекел жасап білсек, солай таңдау керек, менторды. Мысалы, мен айттым ғой, сізде ми қарсыласу болады, егер сіз алыстағы көп жетістікке жетіп қойған адам, ол мысалы таудың шыңның басында тұрған адам сізге айтады: Алтынай, мына жолмен жүр. Сіз оны естімейсіз ғой. Сізден 10 қадам, 15-20 қадам алдағы адам: Алтынай, жүре ғой, мына жерде арам шөп жоқ, мына жақта жол бар, жүр мына жақпен деген кезде сіз естисіз. Және де сізді сол жаққа қарай шақырған кезде, жалпы ментордың сіздің өміріңізге деген пайдасы, ол сол жолдан өтіп кеткен. Және де аз уақыттың ішінде қиналмай, ауырмай, өзіңізді соңғы орынға қоймай, аман есен, көркем мәміле арқылы экологично жетуге көмектеседі. Сонда мысалы біз менторлыққа келгенде сұраймыз ғой, сіздің қазіргі состояниеңіз, точкаңыз қандай дейміз, сол кезде сіз айтасыз: мен мынандай болғым келеді, бүйткім келеді, сөйткім келеді. Сосын точка Б, менімен бірге қандай жетістікке жеткіңіз келеді деген сұрақ қойылды ғой. Сонда сіз айттыңыз: мынандай істегім келеді, былай болғым келеді. Альхамдулиллах, қазір сіз соның нәтижесін көріп жатырсыз. Үздіксіз, сіз өзіңізге адалсыз. Бұл жерде сіз көп қиындықтан өттіңіз, әлі де өтіп жатырсыз, бірақ сіз өзіңізге адалсыз. Және де өзге адамдармен ұрсысып, төбелесіп, қырылып емес, көркем мәмілемен жетіп жатырсыз да. Сонда мен қыздарға айтқым келетіні, қыздар, экологично адамдармен, ата-ене, жолдасыңыз, туған туысқан, қайын жұрт, өзіңіздің туған туысқандарыңыз барлығымен мәмілеге келу арқылы реттеуге болады. Енді қараңыздаршы, бізде қыздар көбінесе өзгеден бұрын өзімен мәмілеге келе алмай жатады, өйткені бізде не чувствует деген установка бар. Сонда мысалы сіз де өз-өзіңізбен мәмілеге келу арқылы басқа адамдармен мәмілеге келдіңіз.
мен сізге қол шапалақтағым келеді. Қыздар, Алтынай ханым үшін шынайы қуансаңыздар, сіздерден комментарий күтеміз. Алтынай ханым оқиды оны, менің сондай үздік шәкіртім. Қыздар, егер сіздер де өзгеріп, дамып, өскілеріңіз келсе, әрине сіздердің де әрбіреулеріңізді күтемін. Инстаграм парақшама тіркеліп, сол жақта отзывтарды тыңдап, ол жақтан да пайдалы ақпарат алып, бірге дамайық, өсейік. Болашақ зиялы қауымның отанасы болып отырайық, қыздар, иншалла. Өйткені қазір сондай бір алтын дәуір болып жатыр да, Аллаға шүкір, білімнің заманы. Сондай, егер сіз Инстаграм болсын, Ютуб болсын, интернетті барлығын қоғамға пайдалы болу үшін ниеттенетін болсаңыз, Аллах тағала ол жерде көп сауап жазады. Және де қазір білім 8 ай сайын дамып жатыр да, техника дамып жатыр, роботтар дамып жатыр. Егер біз білім алмайтын болсақ, біз бірінші кезекте өзімізге, күйеуімізге, бала шағамызға, ұрпағымызға қызықсыз болып қаламыз, қоғамға қызықсыз боламыз. Жандай көп үлкен кісілер қоғамнан алшақ кетіп қалған. Ондай адамдар ауруға бейім болады. Сол үшін, қыздар, өзіңіздің тұлғалық болмысыңызды ұмытпаңыз. Өзіңіздің Алла үшін құнды жаратылыс екеніңізді ұмытпаңыз. Сондай бір күшті мотивациялық осындай видеоларды көп түсіруге ниетім бар. Сіздер қолдап кетіңіздер. Сіздер қолдаған сайын біз де шабыттанамыз. Сондықтан Алтынай ханым, сізге шексіз алғыс, сіздің жолдасыңызға, туған достарыңызға, ата-анаңызға бәріне шексіз алғыс білдіремін. Алла разы болсын. Қоғамға пайдаңызды тигізе беріңіз. Бүкіл батыстың халқын сондай бір керемет дамуға, өсуге шақыратын номер 1 психолог болды. Қыздар, бұл видеоны сіз тектен-тек көріп отырған жоқсыздар. Осындай мен сіздерге көмектесе аламын, келіңіздер деп тұрған адамға келу керек, қыздар. Сіз уақытыңызды арнап, Алла сіздің зейініңізді осы жерде сізді тыңдап тұр ма, ол бекерден бекер емес. Демек, бұл кісі сізге көмектесе алады деген сөз. Сіздің жүрегіңізде бір кішкентай да болсын үн болса, сол үнді тыңдай алу керек. Өйткені сол үн алдамайды. Адамның жүрегіне ештеңе бекерден бекер ала салмайды. Мен соған көзім жетті. Кішкентай болса керек. Мен қалаймын, деген кішкентай үн ішінде болса, сол үнге қарай жүру керек. Өйткені жаңа айтқандай, жүрек үнін тыңдасаң ғана жетістікке жетесің. Сол бастамасы ең бастысы. Алла разы болсын, Алтынай жаным. Алла разы болсын. Сондай шүкіршілік етемін ғой. Альхамдулиллах, Аллаға сансыз шүкір. Сондай сынып бара жатқанда мен өз жолымды дұрыс таптым ба, жоқ па дегенде Алла маған сізді жіберді, сансыз шүкір. Сондай әрекет ететін. Мен шын мәнінде түсіндім. Егер 20% білім беретін болсақ, 80% әрекет жасайтын адам, ол міндетті түрде нәтижеге жетеді. Сән техникасы жағындай сенім, әрекет, нәтиже. Аллах тағалаға сенсеңіз, маманға сенсеңіз, шәкірт позициясында келсеңіз, және соған қатысты әрекетіңізді жасасаңыз, Аллах тағала осындай керемет нәтиже береді деген маған үлкен мотивация, қыздар. Бұл жерде тағы бір айта кететін сәт, Нұрзат ханым менен жасы кіші болса да, жасы кіші болса да, мен бұл кісіге сеніп келдім. Осыған да рахмет айтқым келеді. Бұл кісі менен жас айырмашылығы ештеңеге жаңа кедергі емес. Өйткені мен бұл кісіден өзімнен алда келе жатқан дамуды менен бұрын бастағанын көріп тұрмын, көре алдым. Мен бұл кісіден аларым бар екенін түсіндім. Және де мысалға сіздер жаңағыдай үлкен ғалымдардан, уже қатты жоғарыда тұрған кісілерден білім алсаңыз, бұлдай нәтиже алмас па едім мен, өйткені мен былай жасадым. Мысалға Нұрзат ханым жаңағы маған фундамент сияқты болды. Мен бұл кісіге шүбәсіз сеніп, шәкірт позициясында келдім, жүрек үнін тыңдай алдым, Аллахқа деген тәуекел еттім, сенім болды. Одан кейін жаңағы 20% білімді Нұрзат ханым маған береді, ал 80% мен әрекетін жасап отырдым. Қалай? Мен бұл жерде жаңағы жоғарыда тұрған менторлар бар ғой, жаңағы Лаура Сәтбек сияқты, Роза коуч сияқты, Марсия ханым сияқты, Құрманғазы Садыбаев сияқты,
ол өте көп басқа да керемет уже үлкен жетістіктерге жеткен менторлар бар. Альхамдулилля, қазақта ондай биіктер уже көп менторлар. Мен Нұрзат ханымнан білім алумен қатар аламын білімді фундамент ретінде, және жаңағы кісілерді тыңдаймын, тыңдаймын. Мен өте үлкен Алланың қалауымен іздендім. Өте жаңағы Нұрзат ханымның бір ауыз сөзі 20% білімменен, 80% әрекетсізден, нәтиже Алладан деген сөзі, мен түсіндім. Бір осы Нұрзат ханымның аузына қарап отыра бермеу керектігін бұл кісі береді, бере алғанынша жүрегімен айтып жатыр, түсіндіріп жатыр, білімін барынша беріп жатыр, және ол ең бастысы жүрекпен жеткізіп жатыр. Сол менің жүрегіме жетті, және мен әрекетін жасап басқа жақтардан тағы да үздіксіз іздедім, зерттедім, және әрбір сөзіне дәлел таптым, подтверждение таптым. Солай подтверждение алу арқылы точно Нұрзат дұрыс айтып жатыр, осы жолмен жүру керек, тек қана үздіксіз әрекеттің арқасында, еңбектің арқасында қана жетістік болады деген. Сізде мен алғыс білдіргім келеді да, екеуміз жарысып айтып отырмыз, уақыт жетсін деп. Сізде тәкаппарлық болған жоқ. Тәкаппарлық адаммен мен мысалы 4 жылдан астам уақыт жұмыс жасағаннан кейін 400-ге жоқ қыздарды көргеннен кейін сезіп тұрам да, кімде тәкаппарлық, кімде олай емес деген сияқты. Сол нәрсе сізде айтып жатсыз ғой, сіз менен 4 жасқа үлкен болсаңыз да, жасыңыз үлкен болса да, сіз мені маман ретінде сеніп келдіңіз. Соған рахмет айтамын. Қыздар, сіздерге де рахмет. Бұл видео пайдалы болсын. Алдағы уақытта осындай видеолар көп болады иншалла. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум.